Балалар, ендігі сабағымыз қазақ тілі. Оқулықтарының 113-ші бетін ашып, 57-ші сабаққа қараймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Ендеше өткен тақырыпты әрі қарай дамыта оқимыз. Бүгін сендер сөйлемдегі сөздердің тағы да байланысын таба аласыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоюды, сұраққа жауап беруді үйренеміз. Ендеше балалар, сәттілік. Сабағымызды бастайық. Сабағымызды мынау ережемен есімізге түсіріп бастайық. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Ендеше әрбір сөйлем мәтінде де немесе сөйлемдегі сөздер де бір-бірімен байланысады екен. Ол үшін сұрақ қоямыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кірпі мен көртышқан. Ендеше кейіпкерлермен танысайық. Кірпі дала жануары, иә? Бұны біз кішкентай аң дейді де, жәндік деп те айтады екен. Кірпі өзінің үстіндегі инелерінің арқасында өзін-өзі қорғайды. Егер жауы кездесіп қалса, дөңгеленіп жата қалады екен. Мұның жауы түлкі. Ал өзі алма, жапырақтар, жерге түскен жидектермен қоректенеді, және ол тышқанды да жақсы көреді екен. Көртышқан деп аталу себебі екі көзі де көрмейді. Керісінше оның мұрны иісті жақсы сезіп, құлағы өте жақсы естиді екен. Көртышқан өзінің інін жердің астынан қазып алады. Жердің асты өте жылы болады, балалар. Білесіңдер, иә? Ол көз бойы жаңағы масақтың дәндерін өзінің ініне жинап алып, қыс бойы соны жеп жатады екен. Ал енді біз бүгін осы екеуі туралы ертегімен танысайық. Тыңдаңдар. Бірде кірпі тіміскеленіп далада келе жатса, алдынан ін қазып жатқан көртышқан кезігіпті. «Ей, көртышқан, бері келші, әңгімелесейік» дейді. «Ол не әңгіме?» дейді көртышқан таңданып. «Кел, екеуміз бірігіп егін салайық. Сен жер қаз, мен дән егейін. Күзде шыққан егінді теңдей бөліп аламыз» дейді кірпі. Сөйтіп көртышқан жер қазады. Кірпі әрі-бері аунап жүріп, жерді тегістейді, оған дән егеді, суғарады, күн-түн демей еңбек етеді. Күзде егін бітік шығып, дән толы масақтар иіліп, жайқалып тұрады. Көртышқан мен кірпі егінді жинап, бөліп алады. Ал бұл ертегі, балалар, сендерге үзінді ғана берілген. Енді осы ертегі бойынша сендер сұрақтарды бір-біріңе қоюға дайындалып келесіңдер. Және дәннің жақсы өсуіне не себеп болды? Қалай ойлайсың? Оған судың пайдасы тиді ме деген сұрақтарға толық жауап береміз. Міне балалар, ендеше дескрипторға қарап, үй тапсырмасын осы 3 тапсырма бойынша айтып бересіңдер. Мазмұнын түсінесіңдер, сұрақтар қоясыңдар және сұрақтарға жауап бересіңдер. Мәтінді түсінді деп ойлаймын. Әрі қарай онда дәптерлеріңді ашып, желтоқсанның 11-і сынып жұмысы деп жазайық. Енді жазба жұмысы 27-ші жаттығу деңдер. Балалар, сендерге жұмбақ берілген. Сол жұмбақты сендер көшіріп жазуларың керек. Қате жібермеу керек және көркем жазу керек, иә? Жол ережесін сақтау керек жазғанда. Шешімін табасыңдар және сондағы екі сөйлемнің ішіндегі байланыстарды қарындашпен сызып көрсетесіңдер. Ол үшін не істеді, қайтты, не болды деген сұрақтарға жауап іздейтін боласыңдар. Бұл тапсырманы сендер жақсы орындайды деп сенемін. Келесі тапсырма 28-ші жаттығу. Бұл жерде сендерді шатастыру үшін мәтіндегі сөйлемдер орындары ауысып кеткен. Ендеше, егер сөйлемді дұрыс құрасақ, бізде шағын мәтін шығады. Мен сендерге көмек ретінде мәтіннің бірінші сөйлемін жазып қойдым. Ал мәтін былай деп басталады. Ал сусыз 3 күнге ғана шыдайды. Шөлге ең төзімді түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды.
Тамақ жемеген адам 1 айға дейін шыдай алады. Ендеше мәтініміз ең бірінші адамнан басталады. Тамақ жемеген адам 1 айға дейін шыдай алады. Ал, деп әрі қарай бастап, сөйлемдерді дұрыс, әдемі көшіріп, көркем етіп жазасыңдар. Енді балалар, сендерге тапсырма ауызша және 29-шы тапсырмада кесте берілген. Сол кестені оқысаңдар, қандай мақал шығатынын біліп келесіңдер, және ол мақалды жаттап алыңдар. Бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоя алдым деп ойлайсың ба? Мәтіндегі сөйлемдерді дұрыс байланыстыра алдым деп ойлайсың ба? Көркем әрі сауатты жаза алдым дейсің бе? Міне, осы 3 сұрақты өз-өзіңе қойып, бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгеніңді өзіңді өзің бағала. Сәттілік балалар.